Қайырлы кеш, әріптестер. Оқу жылда басталуға жақын. Олай болса, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, құқық негіздері пәнінен сіздерге презентация сабақтағы қолданылатын және сонымен қоса 3 түрлі тапсырмасымен жасақталған, яғни барлық сабаққа жылдың басынан соңына дейінгі презентациялар топтамасын алуға мүмкіндігіңіз бар. Ең бірінші сіздерге құқық пәнінен презентация топтамасын көрсетіп өтейін. Әр сыныптан бір презентация үлгісін көрсетіп өтемін. Ең бірінші 9-шы сынып. 9-шы сыныптан бір топтаманы көрсетейін. Одан кейін өздеріңіз осы тура барлық тақырыптар, барлық сынып инфографика бағытында, яғни осы үлгіде жасақталған. Аласыз, өте бересіз. Яғни мұғалім ешқандай қиналмайды, ештеңе жасамайды. Енді толықтырып алып қосатын жерін қоса қояды. Қалғанның бағытының барлығы, міне құқықтан 10-шы сынып, барлығын алады, керек жерін өзгертеді, керек емес жерін сол қалпында өте берсе де болады. Яғни мұғалімдерге үлкен көмек деп айтуға болады. Енді 11-ші сынып құқық негіздері. Міне. Яғни әрбір сыныпты 5-ші сыныптан бастап Қазақстан тарихы 11-ге дейін, дүниежүзі тарихы да 5-тен 11-ге дейін, құқық негіздері 9, 10, 11-ші сыныпқа дейін. Яғни әрқайсының өзінің тапсырмасымен орындап, қарап, көз жеткізе алады. Енді Қазақстан тарихынан өткен әріптестеріміз үлгі жіберіңіз шағай, көрейік деп жатыр еді. 5-тен 11-ге дейін бір сыныптан бұдан да үлгілерін көрсетіп өтейін. Қазақстан тарихы 5-ші сынып. Яғни кез келген тақырыпқа осы үлгіде жоғарғы сапада жасақталған алады да өте береді, ешқандай қиналмай. Яғни кез келген тақырыпқа, кез келген материалға көрнекіліктер жеткілікті. Кез келген тақырыпқа тест тапсырмасы топтамасы олимпиада ұбт-ға дайын тұр. Кез келген тақырыпқа тест тапсырмалары, яғни Q платформасында орналасқан тесттер дайын тұр. Мысалы, мына 6-шы сыныптың Қазақстан тарихының үлгісі. Енді көп адамдарға қалынша рет айтсаң да, бірақ сол үлгісін көрейінші, қандай деңгейде жасақталды. Енді сіздермен неше жылдан бері жұмыс жасасып келе жатырмын. Баршаңыз білесіздер, айтпай-ақ түсінетін деңгейге келді деп ойлаймын. Өйткені қаншама аттестацияға дайындалдық, олимпиада, ұбт, тағы да басқа желілік қауымдастық аясында жұмыс жасап келе жатырмыз. 7-ші сыныптікі мынау. Үлгісін қарап алсаңыздар болады. Мынау тапсырмалары. Міне, сабаққа аласыз да, әдемі пайдаланып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Әрбір сыныпты алған кезеңде жаңағы ешқандай қиналмай, енді басым көпшілігі әйел азаматшалар, күнделікті әрқайсысына презентациясын жасап отыруға оларға уақыт кетеді. Үй жұмысынан бөлек басқа да жұмыстары бар деген сияқты. Бұны алып алады, өте жақсы, керемет, барлығын жоғарғы деңгейде пайдалануына мүмкіндігі бар. Енді міне мынау 9-шы сыныптікі үлгілері. Ішінен қарап, сабағын өтіп, жоғарғы деңгейде өтуіне мүмкіндігі бар. Яғни, ешқандай ештеңе дайындамай, ішін тек толықтырып, алып қосатын жерін ғана өзі қарап салыстырады, ары қарай өзі қарайды. Бірақ енді бұл презентациялардың әріптестеріміз сұрап жатыр, қымыжысы бар ма? Жоқ, қымыжысын дайындаған жоқпын, өйткені оған барлығын дайындауға уақыттың еншісіндегі дүниелер, уақытқа тірелетін дүниелер, өйткені 11-ші сыныптікі. Аламын деген әріптестер маған жекеге хабарлассаңыздар болады.
Яғни әрбір сыныптықын міне осындай деңгейде даярланды. Рахат емес пе? Аласыз, пайдаланасыз, керек жерлерін сабағыңызда қандай тақырыпқа келдіңіз, сол тақырыпты рет-ретімен өте бересіз. Ал әріптестер, сәттілік. Жекеге заявка қалдырыңыздар. WhatsApp нөмірім 8708 253 31 32. Аманғали Нұрмұл деп хабарлассаңыздар болады. Қандай бағытта? Олимпиада, ОБТ, репетиторлық бағытта оқушыларымызды оқытайық деп едік. Немесе көрнекі құрал жасату, баяндама жаздыру, пет идея, педагогикалық идеялар панорамасына тапсырма жасатайық деп едік. Тамыз кеңесіне баяндама жасатайық деп едік. Презентация, инфографикасы, жасанды интеллект қосу арқылы кез келген тапсырмаларды орындауға мүмкіндік бар. Бірақ дегенмен тапсырыс бергенде нақтылап жазып кетіңіздер. Презентация деп нақты қалдырып кетсеңіздер дұрысырақ болады. Әріптестер, баршаңызға жаңа оқу жылына сәттілік. Жекеге қосымша сұрақтар